Қалай дәтің барды? Сен мұны Мелтем мен Али үшін жасадың. Солардың кесірінен. Бәрін ағаң сені тастап кетсін деп жасадың. Солай ма, сен әлі де сұрап тұрсың ба? Неге екенін сұрайсың ба? Онда мен саған айтайын, бірақ сен оның себебін өте жақсы білесің. Сен мені де, саған деген махаббатымды да елемедің. Не айтып тұрсың, мен сарайға алғаш келген күні сені бірінші рет көрдім. Сені көрген сәтте ғашық болып қалдым. Бірақ мені Салихке тұрмысқа берді. Осы жылдар бойы менің бір ғана арманым, бір ғана мақсатым болды. Ол сенің әйелің болу, саған тиесілі болу. Сенің жарың болу. Жоқ, мен бұған сенбеймін. Жетер енді, сен қаран, маған сен. Менің саған деген сезімім махаббаттан да жоғары. Саған деген махаббатым үшін мен қанішерге айналдым. Салихты өлтіруге бұйрық бердім, қанішер. Мен сені өлтіремін, анашым, тоқта. Сен өтірікші болып шықтың, Ферит, не болып жатыр? Қазір ештеңені түсінбей тұрмын. Не болды? Әлде Ләйла тағы да өзінің жала жабасымен миымды улап қойды ма? Ешкім менің миымды улаған жоқ. Бұл шындық. Оның үстіне дәлелі де бар. Міне, қара. Бұл өтірік, Ферит, сен оған сеніп тұрған жоқсың ғой, иә. Ол нағыз оңбаған, нағыз сайтанның өзі. Сені иемдену үшін жалған құжат дайындаған. Жетер, Ләйлаға жала жабуды қой. Мен ауруханаға қоңырау шалып, бәрін білдім, айтшы, сен қандай адамсың өзі? Мен сені қалайша тани алмадым. Ләйла мені ескерткен еді. Бірақ мен оған құлақ аспадым. Мен сені әрдайым қорғап келдім. Ферит, тыңдашы, өтінемін, бұлай істеме. Менің шынымен қатты өкініп тұрғанымды түсінесің бе? Ферит, мен сені сүйемін. Мен дұрыс істемегенімді түсіндім. Өтінемін, мені түсін, сен барлық заттарыңды жинап, Германияға кетесің. Семаны полиция алып кетті. Ләйла мен Ферит үйленді. Бір жылдан кейін Каран әке болды, ұлым Салих деп атады. Ағасының құрметіне. Сема жындыханаға түсті, оны полиция алып кетті. Қашпақшы болды,